Сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қазақстан тарих пәні бойынша 90-ық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл бізде тжб тапсырмалары Қазақстан тарих пәнінен. Жалпы бұл сіздерде оқушылар соңғы тжб тапсырмалар. Осы тжб арқылы сіздер барлық білім стандартын алған болып есептелесіздер және де мемлекеттік емтихан тапсырасыздар. Жалпы бұл бізде соңғы тжб тапсырмалары оқушылар. Олай болса тапсырмамызды бастайық. Бізде бірінші тапсырма: суреттің негізінде берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Берілген эмблеманың қандай тарихи оқиғадан сипаттайтындығын анықтаңыз деген. Бұл бізде оқушылар Қазақстан 2030 стратегиясы екен. Келесі бізде құжаттың қабылданған жылы деп бізге берілген 1997 жылы. Құжаттың басымдықтары жалпы 7 ұзақ мерзімді басымдықты анықтады. Келесі бізде кезеңдері 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары. Екінші кезең еліміздің бәсекеге қабілеттілігінің негіздерін қалыптастыруға арналған Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары орындалды. Маңызы: жалпы әлем өз дамуының стратегиясын жасауға қабілетсіз көптеген елді көрді. Мемлекеттің өз жоспарын орындай алмаған мысалдары одан да көп. Әртүрлі жағдайлар саяси ықтиярының нашарлығы және көшбасшылардың қабілетсіздігі арман мұратының күйреуіне әкеліп соқты. Азаматтардың әл ауқатын жақсарту мен елдің гүлденуіне апаратын жол күрделі әрі ұзақ. Мына жерде қате кетіп қалыпты. Күрделі әрі ұзақ. Сенімді стратегия ғана табысқа апаратыны анық. Келесі бізде оқушылар екінші тапсырма: Қазақстанның 1990-2000 жылдардағы экономикасының жаңғырту кезеңдерін сипаттаңыз деген. Бізде бірінші кезең 1991 жыл және де 1993 жылдар. Сипаты: экономиканы жылдары жалпы бізде 1991-93 жылдар, ал сипатына келетін болсақ, бізде экономиканы түбірімен өзгертуден бастап ұлттық валютаны енгізуге дейінгі кезеңді қамтиды. Екінші кезең бізде жылдары 1994-1998 жылдар. Сипаты: негізгі экономикалық заңдар қабылданды, экономикалық ырықтандыру жүргізілді. Үшінші кезең жылдары бізде 1998-2001 жылдар. Сипаты: жалпы ішкі өнім, өнеркәсіп өнімдері, инвестицияның көлемі және басқа да маңызды көрсеткіштер өсті. Төртінші кезең бізде жылдары 2001 жылдан бастап. Сипаты: бұл кезеңде нарықтық экономика институттары табысты жұмыс атқарумен сипатталды деп жазасыздар. Үшінші тапсырма: статистикалық деректер негізінде берілген сұрақтарға жауап беріңіз деп бізге берілген екен. Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыс істеп тұрған субъектілері санының құрылымы көрсетілген. Бізде диаграмма берілген. Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну, жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар және көлік және қоймалау, ауыл орман және балық шаруашылығы, өнеркәсіп бізде 3,7%, құрылыс бізде 4,6%, көтерме және бөлшек сауда автомобильдері және мотоциклдерді жөндеу 35,6% екен. Пайызбен берілген. Енді біз төмендегі тапсырмаларды орындауымыз керек. Қазақстанда шағын және орта кәсіптің қарқынды дамуына әсер еткен себептерді жазыңыз деп бізге берілген екен. Кәсіпкерлікті дамыту нарықтық экономиканы дамытудың кепілі. Сондықтан да кәсіпкерлік төңірегіндегі көптеген мәселелердің экономикадағы рөлінің аса маңыздылығын дәлелдейді.
Оның негізгі маңыздылығы ел президенттің Қазақстан халқына жолдауында еліміздің экономикалық саясатының бірден бір басымды бағыты кәсіпкерлік деп аталғандығы айқындайды. Шағын және орта бизнесті дамытуды басқару еліміздің жүзеге асырып жатқан саясатының стратегиялық мәселесі болып табылады. Кәсіпкерлік қызметті еліміздің шаруашылық қызметтің жандандырғыш күші деп білуіміз қажет. Келесі тапсырма: шағын және орта кәсіпті дамытудың басты мақсаттары мен нәтижелері қандай болмақ? Шағын және орта бизнестің негізгі мақсаты бұл көбінесе жергілікті нарықты қажетті өнім мен қызметтермен қамтамасыз ету, жұмыспен қамтылу мәселесін шешудегі жәрдем. Мұндай мәселелердің оңтайлы шешілуі ауыспалы кезеңде орын алатын әлеуметтік дағдарыстың зардаптарын азайтады. Шағын және орта бизнес халықтың әл-ауқатын арттырумен қатар жаңа қосымша жұмыс орындардың ашылуын құру сияқты дәйекті мәселелер оның өзектілігін көрсетеді және экономиканы реформалаудың ажырамас бөлігі деп қарастыруға негіз береді. Келесі тапсырма: пандемиядан кейін шағын және орта кәсіп саласында қандай өзгерістер болды деп ойлайсыз? Менің ойымша, көп адамдар пандемия барысында жасап отырған кәсібінің сапасы мен халықтың сұранысына сәйкестігіне бағалай алды. Алдағы уақыттарда кәсіпкерлер тұтынушылардың қанағаттандырып, кәсіп саласын дамытуды қолға алады деп сенемін. Қазіргі жағдайда бұл адамдар үшін алғашқы қажеттіліктер азық-түлік пен дәрі-дәрмек, киім саласы болуы мүмкін. Төмен табысты халықтың үлесі деп көрсеткен 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, жалпы 16 жылға дейінгі көрсеткен екен. Табыстарды пайызбен табыстың ең төменгі күнкөріс деңгейін төмен халықтың үлесі және де табысы азық-түлік қоржынының құнынан төмен халықтың үлесі деп көрсеткен екен. Жалпы процентпен бәрін пайызбен көрсеткен екен, төмен табысты халықтың үлесін. Олай болса тапсырмамызды орындайық. Берілген жылдардағы халықтың табыс көлемінің артуына әсер еткен жағдайларда жазыңыз деп бізге берілген. Мемлекетімізде қабылданған әртүрлі бағдарламалардың әсерлері бар деп санаймын. Мысалы, бизнестің жол картасы, 2025, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақыларының өсуі, студенттердің шәкіртақыларының көлемінің өсуі және тағы да басқалары. 2013-2016 жылдар аралығында табысты азық-түлік қоржынының құнынан төмен халықтың үлесі не себепті өзгеріссіз деп ойлайсыз деген. Менің ойымша 2014-2015 жылдардағы қаржылық дағдарыстар мен Ресейге бағытталған санкциялардың әсері болуы ықтимал деп жазасыздар. Келесі тапсырманы орындайық. Оқушылар, бізде 4-ші тапсырма: деректі пайдалана отырып Қазақстанда ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін дәлелдеңіз деп бізге берілген екен. Бағдарлама бірнеше бағыттар бойынша іске асады. Ұлттық мәдениетке ерекше маңызы бар тарихи, мәдени және сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру, археологиялық зерттеулер, қазақ халқының мәдени мұрасы саласындағы ғылыми жұмыстар, ұлттық әдебиет пен жазулар тәжірибесін ортақтастыру, кеңейтілген бейне және жұмыс қатарларын құру. 2004 жылдан бағдарламаны жүзеге асыра бастаған кезден бастап тарих пен мәдениеттің 78 ескерткішінде реставрациялық жұмыстар бітірілген. Олардың 28-і 35%, 2008-2011 жылдары реставрацияланған. Берілген үзінді қандай бағдарламадан алынғандығын анықтаңыз деп бізге берілген екен. Мәдени мұра бағдарламасы
Бағдарламаның мақсатын жазыңыз деген. Мәдени, экономикалық және әлеуметтік капитал жалпы адамзаттық мәдениеттің құрылымдық бөлігі. Этнос қоғам адам парасатының дамуы мен құрылуының бастауы. Тарихи естеліктердің маңызды қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы. Бағдарламаның жүру барысынан мысалдар келтіріңіз деп бізге берілген. Деректер базасы жасалды. ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілген мәдени және аралас мұра объектілерін күзетудің аумақтары және өңірлерінің шекарасы белгіленеді. Келесі бағдарламаның қажеттілігін дәлелдеңіз деп бізге берілген. Нұрсұлтан Назарбаев мәдени мұра бағдарламасын мемлекеттің мәдениетіне қолдау көрсететін стратегиялық ұлттық жоба деп атаған. Бағдарлама халықтың гуманистикалық курсы және потенциалын көрсетіп, оның тарихи тәжірибесін байытып, болашақтың сенімді тірегі болмақ. Қазақстан тарихында гуманитарлық акция ретінде жүргізілетін мәдени мұра бағдарламасы бұдан әрі қарыштап дами бермек деп жазасыздар оқушылар. Бесінші тапсырма деректі пайдалана отырып Қазақстанда ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін дәлелдеңіз деп бізге берілген екен оқушылар. Берілген символ қандай бағдарламаның нышаны екендігін жазыңыз деп бізге берілген. Бұл оқушылар өздеріңіз білесіздер, рухани жаңғыру бағдарламасы. Бағдарламаның мақсатын жазыңыз деген. Сананы жаңғырту, ұлттық болмастан, ұлттық кодтан айырылып қалмай, оны әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат мүдделер туралы өзекті мәселе көтерілген. Бағдарламаның жүру барысынан мысалдар келтіріңіз деп бізге берілген екен. Еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде қазақстандық патриотизм ұғымы қолданылып келеді. Қазақстандық патриотизм арқылы отан, туған жер, ел, атамекен, туған өлке туралы түсініктер оқу тәрбие үрдісінде сабақтан тыс іс-шараларда отансүйгіштік сезімді дамытуға, ұлттық салт-дәстүрді сақтау, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу сияқты сезімдерді оқушылар бойында қалыптастыру жүзеге асырылады деп жазасыздар. Келесі бағдарламаның қажеттілігін дәлелдеңіз деп бізге берілген. Екі дәуір түйіскен өлара шақта Қазақстан түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді деп жазасыздар. Бағдарламаға қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз деген. Бағдарлама заман талабына сай болашақта Қазақстанның ұлттық құндылықтарын сақтай отыра әлемге танылуына мүмкіндік ашады деп жазасыздар оқушылар. Осымен осы жерден де біз 5 балды толықтай алады екенбіз. Құрметті оқушылар, осымен біз Қазақстан тарих пәні бойынша 90-ық жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды толықтай аяқтаймыз оқушылар. Алда келе жатқан мемлекеттік емтихандарыңызды сәтті тапсыруларыңызды тілеймін оқушылар. Алдағы жазғы демалыстарыңызды сәтті өткізіңіздер. Келесі оқу жылында да бізбен бірге болады деген үміттемін оқушылар. Осымен оқушылар біз тжб тапсырмамызды аяқтайық. Бүгінге осы, сау болыңыздар.